Мен жануар тектес адамдарды құтқару үшін саяхаттаймын. Оларды адамдар ұрлап кетті. Және Денді қаласында мен бір түрлі адамды кездестірдім. Эльфтарда, жануар тектес адамдарда өзінің ерекше иісі бар. Ал бұл адамның иісі кәдімгі адамдардың иісінен айырмашылығы бар. Ол маған толықтай біртүрлі болып көрінді. Ниндзя? Және құлағы бар ниндзя, алақай! Біртүрлі еркек, және оның жануар духы бар. Адамдардың иісі одан шығып тұрған жоқ. Кездескенше. Тоқта! Және мені, мен оны тағы да кездестірдім. Мүмкін менің жолым болған шығар. Казаниме канал үшін арнайы дыбысталды. Сәлеметсіздер ме? Бұл мен Арк. Біз қалаға келдік. Және бұл қалада біз құлағы бар ниндзяны кездестірдік. Сен эльфтарды құтқару тапсырмасымен керемет айналыстың. Мен сенімен сөйлескім келіп тұр, егер сен қарсы болмассан, әрине. Бұл кім тағы? Таныстырмаппын ғой. Бұл әлгі біз Дендіда базаға шабуыл сатқан кезде, әлгі эльфтардың сауда сатты қағазын осы қыз берген болатын. Айтпақшы, сенің атың кім өзі? Өзімді таныстырмағаным үшін кешірім сұраймын. Менің атым Тёме. Дзен Цин кланындағы 6 жауынгердің біреуі боламын. Дзен Цин Дин деген қылышты білдіреді. Ал Цин деген жүрек. Барлығын қосқанда шыдамдылық. Шынымен де ниндзя. Бұл жер әңгіме айтатын орын емес. Бір жерге барып отырып әңгіме айтайық. Патшалықтың астанасы қалай ойлағанымдай әдемі күтіп алады. Сонда да әлгі клан Дин Син Дин қылыштағы арғарай қандай еді? Жүрек шыдамдылық беді? Есіме бірдеңке түсіп тұр. Қылыш және жүрек иероглифтері ниндзя сөзін білдіреді. Мәне содан екен ғой. Мен білген ем ол ниндзя екенін. Нағыз ниндзя, жануар құлағы бар. Тағы да өзін таныстыруға рұқсат ет. Менің есімім Арк. Мен саяхаттаушы, жалдаушымын. Ал бұл болса Понто, менің жол серігім. Мен Ариана Гленис Мэплмын. Мэпл жауынгері, ең мықты Канада орманынан. Арк мырза және құрметті Понто және Ариана ханым. Жылдамыз кірсейін. Саған сұрағым бар, Арк мырза. Қандай? Сенімен алғаш кездескенімде сен мені неге ниндзя дедің?
Бұл қалай? Неге сен ниндзясың? Қалайын алдырсам да жоқ. Менің жерімде біз тыншыларды және осылай киінгендерді ниндзя деп атаймыз. Бұл құпия атауды тек қана біздің клан ғана білетін етін. Демек сен де біздің бастығымыздың жерінен екенсің. Бастықтарын айтпақшы, бастықтарын әлі тірі ме? Жоқ, басшымыз 600 жыл бұрын өмір сүрген. Ол нағыз аңызға айналған адам 600 жылға. Сонда бұл жаққа бір жапондық адамды 600 жыл бұрын лақтырып жіберген бе? Айтпақшы, атшы Тёме, Арықпен не туралы сөйлескің келіп еді? Тиема ханым, сен Диентадан бірден іздепсің. Қауіпті екеніне қарамай. Диентада не іздеді екен? Жануар тектес адамдар. Сендер жануар тектес адамдарды құтқаруға көмектесе аласыңдар ма? Өзім де солай ойлаған едім. Эльфтарға деген көзқарасын қарап адамдардың бірден түсінуге болады. Жануар адамдарға да солай қарайтынын. Тиема ханым, Ариана ханым секілді көмекке мұқтаж. Меніңше сіздер әлі келісімшартта есімі бар адамдарды іздеп жүрсіздер. Мен сіздерге сыйлық ретінде сол адамдар туралы хабар айтам. Түсінікті, Тиема ханым, бірақ мен дәл қазір Ариана ханымға көмектесіп жатырмын. Эльфтар еліне. Ниндзяның таза өзі, және әлі жас. Мен оны қуантқым келіп еді, бірақ жарқырағым келіп тұрған жоқ. Егер мүмкіндік болса, мен көмектесер едім. Не айтасыз, Ариана ханым? Тиема ханым бізге керемет ақпараттар ұсынуы мүмкін. Тиема, сен де кішкентай кезінен бастап өзінің елінді құтқару үшін жұмыс жасап жүрсің ба? Иә, мен сол үшін үнемі жаттығамын. Мықты болып өзімнің елімді және жануар тектес адамдарды құтқару үшін. Дәл тура мен сияқты. Жарайды. Мен туралы жаман ойлап қалмаңдар. Мен де білемін өз еліні құтқарып жатқандағы сезімді. Тиема ханым. Иә. Мен саған қуана-қуана көмектесемін. Иә, мен де көмектесемін. Ал енді айт, бізге не істеу керек? Қазір. Сайтаналар, қандай қақтығыз? Қалай елес қасқырлар тура маңызды кезде бұйрықты тыңдамай қойды. Біреу сақинаны бұзған секілді. Бұл дегенін Юлиарна тірі деген сөз. Біз әлі ешқандай хабар алған жоқпыз. Біздің ұсынғанымыз ол мұқият әрекет етіп жатыр және негізгі жолдардан аулақ болып жатыр. Біз әлі ізденістеміз. Егер ол кенеттен эльфтармен келіссөз жүргізсе, онда диетаға шабуыл жасағаннан кейін эльфтер мен аңдар контрабандаға көбірек кедергі жасай бастайды. Олар біздің саудамызды бұзады. Кім шабуыл жасағанын білдіңдер ме? Кішкене болса да бір ақпарат бар. Олардың арасында эльф болды дейді. Нақтырақ әлі ештеңе жоқ. Әйтеуір бірдеңе істеші! Ешкім білмейтін бір қорғаныс бар. Сол жерге уақытша тығыла тұрғанымыз ақылдырақ болады. Тиема ханым, сен әлгі Дзюнтин кланының басшысы және оның оқиғасы туралы айт. Ол да жануар тектес адам болды ма? Жоқ, біздің ең мықтымыз Ханзо адам болған етін. Ханзо? Алғашында біздің Ханзо мырза Ривлон империясында жұмыс істеген.
Жануар тектес адамдарға деген әділетсіздікті көріп, ол өзінің қол астына, яғни қанатының астына біздерді алды. Осылай міне Денси кланы құрылды. Енді көзім жетті тура. Ханзо деген адам нағыз жапон адамы болған. Басқа әлемге түсіп, өзінің ниндзя кланында ашып, және сен туралы 600 жыл бойы айту деген оның қандай жолы болған? Шабыттандырады! Оған не болды? Анда-санда бұндай болып тұрады. Келдік. Еш жерге бағынбайтын үлкен аумақты базар. Эдсат. Біз оған шабуыл жасаймыз. Бізде қанша тауар бар? Жетеді. Жақсылап қараңдар, жіберуге дайын болсын. Түсінікті ме? Жұмыс бұрынға қарағанда өте қиынырақ болып бастады. Дұрыс. Менің ойымша, бұл Дакарес мырзаға ұнайды. Эдсат базары оларға өте қолайлы жерге орналасқандықтан, олардың шабуылдан кейін тезірек бас кеселер келеді, және империялық әскерлерде шетте қалмайды. Онда қашып кету қиын болады ғой. Иә, сондықтан да сіздерден сұрайтыным, тезірек және қатты соққы беру керек. Сосын тезірек қашып кету керек. Бұл қалай? Бәрін құтқару мүмкін емес әрине. Бірақ біздер құтқара алғанша құтқарайық. Демек, Эдсатқа шабуыл көңіл аударту. Біздер бір уақытта бұл астанадағы 4 базарға шабуыл жасайтын боламыз. Менің әріптестерім дайын тұр. Барлық көңілдердің бәрі Эдсаттағы шабуылға ауған кезде, сіздер сол кезде құтқаруға барасыздар. Бірақ бұл қалай? Барлығын құтқарамаймыз деген едің ғой. Егер құтқару үшін ондаған жануар тектес адамды құрбандыққа шалу керек болса, біз оны істейміз. Және сіздердің көмектеріңізбен біздер құрбандықтардың санын азайтамыз. Түйме ханым, егер жағдай осындай болса, біз сонына дейін күресуге дайынбыз. Жоқ, мен сіздерден онлайды сұрай алмаймын. Мен телепортация сиқырын қолдана аламын. Телепортация? Демек әлгі кезде менің көзім алдамапты. Сен тура біздің мықты басшымыз құсап, ауадағы ниндзитсу және уақыт ниндзитсуын қолдана аласың. Менің естуім бойынша біздің басшымыз да осындай ниндзитсуларды қолдана алған. Оған алыс жерлерге тез-тез қимылдауы үшін. Бұл ниндзитсу емес, бірақ мен бір сәтте өзім қалаған жерден пайда боламын. Сиқырды қолдана отырып біз құрбандардың санын азайтамыз. Иә, мүмкін. Тіпті ватсапта қолдығында жатқандарды да құтқару мүмкіндігі бар. Арк мырза, мен бұл хабарды тезірек өзімнің әріптестеріме айтамын. Алаңдама, және абай бол. Мен үшін алаңдағаныңызға рахмет. Айтпақшы, біз түнге қарай шабуыл жасаймыз. Жақсылап дайындалуларыңызды сұраймын. Ол бүгін түнде шабуыл жасаймыз деді ме? Иә, мен де солай естідім. Солай ақ болсын. Ендеше біздер дайындықты бастайық. Дайындық? Кешкі ас. Сен үшін дайындық ас ішу ме? Енді аш қарынға төбелесуге болмайды ғой. Күшінде болмайды, үлкен соғысқа. Сонда да бұл бізге деген теңіз бен жердің сыйлаған астары ғой. Иә, патшалықта өте керемет тамақтар екен. Кәне, мынаны татып көрші. Бұндай тамақты алғаш көруім. Ас жылы кезде ішіп ал ертерек. Қалай екен? Иә, өте қытырлақ. Дәмі санырау құлақты есіме түсіріп тұр.
Бұл не өзі? Инелік. Не? Тура әлгідегідей ме? Мен саған айттым ғой, дәмін татып көру керек. Өте қытырлақ және тәтті. Иә, шынымен де өте тәтті. Жүре берсең көре бересің деген осы шығар. Кешкі асқа алғыс білдіремін. Сонымен. Тұрамыз ба? Жоқ, дайындықтың бір элементі қалды. Сонымен болады. Масканың саған не керегі бар? Маскасыз қайда, егер біз қармақ болсақ. Меніңше бұл маскамен сен көзге түсесің. Ариана ханым, сізге де маска керек пе? Жоқ, рахмет. Мен 13 теңге төледім. Тыңдашы. Білмеймін, тұрарлық па, бірақ... Қорқынышты маска, сені міндеттеген жоқ маска тақ деп. Ол саған тұрарлық. Мен керемет көрініп тұрман ғой, солай ғой, Понта, айтшы. Сен де сол жаққа ма? Кідіргенім үшін кешірім сұраймын. Тиома ханым. Саған масканың не керегі бар, Арк мырза? Түсінесің бе? Көңіл адырмай қойыңыз. Сенің жанындағы кім? Көймон, 6 жауынгердің біреуі, Дзинтин кланындағы. Көймон. Айтпақшы, сенің шын есімін Тиома ма? Біздің есімдерімізді ең лайықты ниндзялардан қойлады. 6 ниндзяның. Дәл солай, оның есімі әлемге танымал ниндзя елден. Тиома Махидзуки. Олардың башысы Хамза болса, ал бұның есімін Гаймон Исикава деп қойса, демек бұл қалған 6 ниндзялардың ішінде Саске, Сарутоби, Исайса, Кирикагуре деген ат болады. Арк, сізді бірдеңе мазалап тұр ма? Жоқ, ештеңе. Маған қарап қалды ма? Көймон! Арк мырза! Ал сен мықты екенсің. Сен де жаман емес, досым менің. Бұл тағы не болды? Оларды бірдеңке біріктірген секілді. Қалған командаларды дайын тұр. Демек, бастайық. Иә, онда келіскеніміздей ту сыртынан барамыз. Ал Гуймон мен Арк мырза қақпа жақпен. Жақсылап көңілін аударт, Арк. Олар менен көз алмай тұр. Онда бастайық, Гуймон мырза. Бұл не? Біреу келе жатыр. Жануар тектес адам және де мынау кім тағы... Ей, бұл жерге жақындауға болмайды. Сондықтан да кетіңдер. Сендер не, керенсіңдер ме? Тоқта дедім ғой. Ал ендеше бастайық, Гуймон мырза. Торын тастардан құралған дене. Бізге шабуыл жасалынды. Бозақлар кірді. Басталды. Кеттік. Кіргі жалақ жануар тектестер. Сендерге не керек? Эцет сада орталығы.
Тастан құралған дене, темір сауыт. Ол өзі неден құралған? Бұл нағыз сайтан ғой. Осымен бәрі бітті мені, қорқақтар. Онда менің дәрімнен дәм татындар. Бүгін ерекше жомартпын. Куйман мырза, абай болыңыз. Бір атылы атын сиқыр қолдану керек. Қарсыластарымыздың көңілін аударту үшін. Тастан құралған жебелер. Не, мұнаны жебе дей ма? Әлгі маскадағы сиқыршы екен. Көмек керек. Жарайды, енді бұл бүкілінің көңілін аудартады деген сенімдемін. Мен оларға қорқыныш сыйлаймын. Берілмендер. Тастан жасалған дене, тас найзағай соққысы. Керемет Гуйман мырза. Ендеше мен де тағы да бір-екі рет оларға көрсетіп жіберейін. Тас азу тістері. Гуйман мырза, сіздің ниндейсуыңызбен менің сиқырларым бір-бірін күшейтіп жатқан секілді. Бұлай болады деп кім ойлаған? О, жоқ. Өзіне қатты сенің бір қаңқа сері өзіне қабір қазған секілді. Алға. Яз аниме каналы үшін арнайы дыбысталды.